Сәлем, мен коуч Тори. Бүгін талқылайтын тақырыбымыз мен беделді мамандықты таңдаймын. Мамандық таңдағанда әрине, сен беделге және жалақы деңгейіне назар аударасың. Көптеген адамдар үшін беделді тең жоғары ақылы болды. Бұл әрдайым орындала бермейтін теңдік. Бірінші сұрақ туралы ойланайық. Сен мамандықтың 1 жылдан кейін беделді болатынына 100% сенімдісің бе? Ал 5 жылдан кейінше? Біздің елде танымал беделді мамандық экономистер мен заңгерлердің үлгісін қарастырайық. 90-шы жылдары кәсіпкерлікпен айналысу мүмкіндігі пайда болды. Адамдар жаңа бизнеске бет бұрды. Бірақ олардың қаржы саласында білімдері болмады, ал заңның негізі енді қалана бастады. Мұнда сенімді ақпарат жетіспеді, сондықтан бухгалтерлер мен адвокаттар алтыннан да құнды болды. Барлығы жолай үйренді, соның ішінде салық қызметінде жұмыс істегендер де жаңадан пайда болды. Көбісі заңгерлік және экономикалық мамандықтарға түсті. Оның ішінде мұндай жұмысқа бейім емес адамдар да бар. 10 жыл өткен соң мамандықтың беделі төмендеді. Бірақ мамандар қажет болмай қалғандықтан емес, әлсіз мамандар көп адамға керек емес болғандықтан. Мұның бәрі жұмысты жақсы орындау қабілетіне байланысты. Мысалы, 2021 жылы бағдарламашы, яғни программист болу беделді және жоғары жалақылы болып табылады. Жас жігіт заман сәніне сүйене отырып IT бағыттардың бірінде жоғары оқу орнына түсе алады, немесе курстарға ақша төлеп оқи алады. Бірақ кәсіби маман бола алмайды. Бұл адамдардың кейбір ерекшеліктері сияқты. Іске нақты қызығушылықты қажет ететін сала. Егер бейімділік болмаса, адам жақсы оқымайды, университеттен шығып кетеді, бос кеткен ақшамен тең болады. Қабілеттерді заманауи және перспективалық бағытта қалай қолдану керектігі туралы ойлану керек. Бірақ сен тек беделге ғана назар аудара алмайсың. Нақтылықтың тез өзгеретіні соншалық, кеше ғана ешкімге қажет емес нәрсе өте танымал бола бастайды. Трендтерге сай болу үшін экономикадағы жалпы өзгерістерді талдау керек. Кәсібінің беделі өзіне маңызды адамдар қызметі жайлы өзгелерге айтқанда ұялмайтындай болғысы келеді. Басқалардың пікіріне тәуелді болу өте кең таралған нәрсе. Көптеген адамдар осы тәуелділігімен өмірін қиындатып, жалған құндылықтарға сүйенумен өзін өзі құртады. Олар сәттілікке еліктеп, өзін өзі ұстап жүрсе де, меланхолияда және депрессияда іштей зардап шегеді. Беделді мамандық саған сәйкес келмейтін шығар, бірақ бұл сенің кедейлікке ұшырайтындығының білдірмейді ғой. Тек жақсы мамандардың қызметтері жоғары бағаланатындығын және жалақысы да жақсы болатындығына назар аудар. Кез келген тіпті қарапайым мамандықты ал. Егер адам өз жұмысын жоғары сапада жасаса, оған ұзын сонар кезек болады. Адал және қызығушылықпен жұмыс жасайтын адам ақшасыз қалмайды. Жұмыс басқа адамдарға пайда әкелуі керек. Профильге емес, мамандыққа ерекше назар аударайық. Көп қабатты үйлердің барлық тұрғындары сантехникке мұқтаж. Шын мәнінде пайдалы болу үшін сенде жеке және кәсіби қасиеттерінің жиынтығы болу керек. Егер олай болмаса, онда ол пайдасыз сантехник болып шығады. Сантехник болу сәнді емес, бірақ оның жалақысы көптеген кеңсе қызметкерлерімен бірдей екенін білесің бе? Біреу сантехникті бақытсыз адам деп санайды. Жоқ, қолмен жұмыс істегенді ұнататын және лас жұмыстан қорықпайтын адамдар да болады. Бұл жұмыстың құнын түсінетін адамдар әрқашан бар, және олар өздерінің істеп жатқан істеріне қатысты ішкі қайшылықтары жоқ. Мұндай жұмысқа қабілетті адамдар көп болған кезде, кез келген бизнес ақшаға айналады. Сантехниктердің әрқайсысы кенеттен жоғалып кетті деп елестетіп көрші. Сантехник сирек кездесетін маман болар еді. Сонда көп қабатты үйлердің кез келген тұрғыны жалақысын төлеуге келісіп, жақсы сома сынар еді. Бар құпия осында. Сенің тәжірибең мен білімің неғұрлым ерекше болса, соғұрлым құнды боласың, және сенің табысың соғұрлым жоғары болады.
Жақсы футболшы оны табу өте қиын болғандықтан ғана көп ақша табады. Бұл кез келген университетте оқылмайтын ерекше тәжірибесі бар ірі компаниялардың топ менеджерлеріне де қатысты. Адамдар сапалы және пайдалы жұмыс үшін төлеуге әрдайым дайын. Саған сұраныс болса және сен кәсіби білікті болсаң, құрметке ие боласың. Жеке қызығушылығыңды біреу беделді деп санамағаны үшін бас тартуың ақымақтық. Өзіңе ұнайтын нәрсені жасау өте маңызды. Сонымен қатар, өз қабілетіңді белсенді дамытып келе жатқан салаларда пайдалану тәсілдерін іздей аласың. Сен қызығушылықпен жұмыс жасасаң, өмір сүруің қызықты болады. Өз саласында бір нәрсені жақсартуға деген ұмтылыс оянады. Бұл салада ұзақ уақыт жүргенде сен бизнестің жаңа мүмкіндіктерін байқай бастайсың. Кеңесшілер үлкен табыс табатын жерде емес, өзіңе жақын салада дамы. Өзіңді таны және мықты қабілеттеріңді тиімді пайдалан. Сау саламат!